Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Абайұлы Бектеновке, Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Ноғайлы Асыловқа, Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Машбекұлы Нәлібаевқа, Аманат партиясының төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошановқа, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия төрағасы Асхат Нұрмағамбетұлы Рахымжановқа, Байтақ Жасылдар партиясы төрағасы Азаматхан Әміртаевқа, Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш ауылдық округінде орналасқан тұз кені Арал тұз компаниясы туралы бұқаралық ақпарат құралдарының күн тәртібінен көптен бері түспей келеді. Басты мәселе, осы компания басшылығының заңсыздыққа барып, заңды өрескел бұзса да тек айыппұлмен ғана шектеліп отырғандығы. Кәсіпорынның бүгінгі басшылығы өзінің қадасының мықтылығын көрсетіп отырғандай, заңды белінен басып, бармағымен мөр қойып отыр. Олай дейтінім, осы уақытқа дейін президенттен бастап, аудан басшылығына дейін жұмыскерлердің құқығының бұзылып жатқандығы, ғасырға жуық уақыт қазба байлығымен өңірді асырап келе жатқан тұзды қазу кезінде жауапсыздық танытып отырған басшылары туралы. Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының кезектен тыс жүргізген тексеру қорытындысымен танысайық. Азаматтық бастамалар орталығы қоғамдық қозғалысы төрағасы Жомарт Қартбайұлы Қартбаев. Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы сіздің 14 мамыр 2025 жылғы нөмірі 36 санды сұранысыңызға сәйкес Арал ауданы, Жақсықылыш кентінде орналасқан Арал тұз акционерлік қоғамының қызметкері, қатысты кент тұрғыны Ниязовтың, Арал тұз акционерлік қоғамының жұмысшысы Мектепбаевтың өтініштерінде көрсетілген заң бұзушылықтарға қатысты ресми жауап сұралған. Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасымен 2022 жылы Жақсықылыш кенті тұрғыны Ниязовтың арызына сәйкес Арал тұз акционерлік қоғамын тексеру барысында цехтарда шаң сору құрылғылары толығымен жұмыс жасап тұрғанымен, олардың қуаттылығы аз болып, шаңды тарта алмай тұрғаны, яғни зертханалық зерттеуге алынған жабық үй-жайлардың және жұмыс аймағының ауасын зерттеу нәтижесінен сәйкессіздік табылды. Ауыз су орталықтандырылғанымен цехтағы қол жуу раковиналарының істен шыққаны, істеп тұрғанынан тек қана салқын су ағып тұр. Су жылытқыш құрылғы орнатылмағаны, раковина қасына қол жууға арналған жуу құралдары қаралмаған және кептіргіш құралдар орнатылмағаны, яғни жұмысшыларға жеке бас тазалығын сақтауға жағдай жасалмағаны, жұмысшылардың тамақтану орны тек бір цехта ғана қаралғанымен қажетті құрал жабдықтармен жабдықталмағаны, қалған цехтарда тамақтану орны қаралмағаны анықталды. Анықталған кемшіліктерге байланысты заңды тұлға мен жауапты тұлғаларға айыппұлдар салынып, өндіріліп, заңдылықты бұзушылықты жою жөнінде ұйғарым берілді. Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасымен 2024 жылы Арал қаласының тұрғыны Мектепбаевтың арызына сәйкес Арал тұз акционерлік қоғамын тексеру барысында Арал тұз акционерлік қоғамының 2-ші, 4-ші, 5-ші цехтарда ішкі сору сыртқа тарату желдету жүйесі қаралмағаны, аппаратураларға тұздың шаңдары тұрып қалғаны, санитариялық торап, себезгі бөлмелері қаралмаған. Бір цехтың 2-ші қабатының еденінің үстіңгі беттері тегіс емес, тазартуды және жууды қажет болған жағдайда дезинфекциялауды қамтамасыз ететіндей жасалмаған. 5-ші, 4-ші цех қызметкерлері арнайы жұмыс киімсіз жұмыс жасап жатқандығы, 2-ші, 4-ші, 5-ші цехтарының және бір көне зауытының жұмысшылардың тамақтану орындары санитариялық талаптарға сәйкес келмейтіні, бір цехтың галереясы апаттық жағдайда ағаштарының аралары ашылғаны анықталды. Тексеру қорытындысымен анықталған кемшіліктерге байланысты Арал тұз акционерлік қоғамы заңды тұлғаға 4-ші, 5-ші цех меңгерушілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 425-ші бабы 1-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттамалар толтырылып, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 811-ші бабына сәйкес қысқартылған іс жүргізу тәртібімен айыппұл сомасының 50% мөлшерінде 7 тәулік ішінде төлеу құқығы түсіндіріле отырып, заңды тұлғаға 2.953.600 теңге, жеке тұлғаларға әр қайсысына 55.380 теңге көлемінде айыппұл салынып, өндірілді. Заңдылықты бұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.
Осы жылы заңдылықты бұзушылықты жою туралы нұсқаманың орындалуымен жоспардан тыс тексеру ашылып, тексеру нәтижесімен нұсқамадағы кемшіліктердің орындалмағаны анықталды. Сол себепті хаттама толтырылып, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 462 бабының бір бөлігіне сәйкес Арал аудандық сотына жолданды. Сот шешімімен Арал Тұз акционерлік қоғамына 1.292.200 теңге көлемінде айыппұл салынды. Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына 2025 жылы Арал қаласының тұрғыны Азамат Мектепбаевтан түскен арызда цехтарда аспирация құрылғыларының болмауы және жұмысшылардың арнайы киімінің жоқтығы, медициналық тексерістен уақытылы өту жөніндегі мәселелер келіп түсті. Азамат Мектепбаевтың арызында көрсетілген бұзушылықтар бойынша сенімді негіздер және растайтын дәлелдемелер ұсынылып, басқарма тарапынан Арал Тұз компаниясына жоспардан тыс тексеру жүргізу үшін тексеру тағайындау туралы актісі тағайындалып, жоспардан тыс тексеруге жолданып, Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінде тексеру тағайындау туралы акті тіркелді. Аталған тексеру тағайындау туралы актісіне сәйкес Арал Тұз акционерлік қоғамына жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Тексеру нәтижесімен Азамат Мектепбаевтың арызында көрсетілген бұзушылықтар өз дәлелін тапты. Анықталған кемшіліктер бойынша Арал Тұз компаниясына заңды тұлға ретінде 6.291.200 теңге көлемінде айыппұл салынып, заңдылықты бұзушылықты жою жөніндегі нұсқама берілді. Арал Тұз акционерлік қоғамы тексеру қорытындысымен берілген акті мен нұсқаманың күшін жою туралы Қызылорда облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне шағым түсірді. Шағымды қарау нәтижесімен департамент басқарма тарапынан жасалған акті мен берілген нұсқаманы заңды күшінде қалдырып, Арал Тұз компаниясы шағымын қанағаттандырмады. Содан кейін Арал Тұз мекемесі тарапынан Арал аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының тексеру жүргізу актісінің және 4 сәуір 2025 жылғы 17 нұсқаманың күшін жою туралы Қызылорда облыстық мамандандырылған әкімшілік сотына және Арал аудандық сотына басқарма тарапынан салынған айыппұлдың қаулысының күшін жою туралы шағымдар түсірді. Аталған шағымдар бойынша сот процесі жалғасуда. Басқарма басшысы Ақзия Сатекеева. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Республикалық мемлекеттік мекемесінің 13 мамыр 2025 жылғы нөмірі 2025-01-29-72-65 жауабында біздің өтінішімізге сай Арал Тұз акционерлік қоғамының әлеуметтік төлемдерді зейнетақы, медициналық сақтандыру, басқа да төлемдерді уақыты төлемегені, заң бұзушылықтарға жол бергені себепті Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 91-ші, 92-ші, 92 баптары негізінде айыппұл шараларына тартылған. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің жауабына сай Арал Тұз акционерлік қоғамының еңбек заңнамасы талаптарын бұзуға жол бергендігі, еңбек кодексінің 182-ші бабы талаптары сақталмағаны, жұмыс жасайтын цехтарда аспирация жүйесі, яғни желдеткіш жоқ екендігі, еңбек демалысы мерзімдері заң талаптарын бұзушылықпен кестеден тыс берілетінін анықтап нұсқама беріп, әкімшілік жауапкершілікке компания тартылған. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының бақылау департаменті Арал аудандық басқармасы республикалық мемлекеттік мекемесінің 14 мамыр 2025 жылғы нөмірі 20-34-20-03-06-136 жауабында да Арал Тұз акционерлік қоғамының тарапынан көптеген құқық бұзушылықтар орын алғанын, 1-ші, 2-ші, 4-ші, 5-ші цехтарда кемшіліктер анықталғанын, тамақтандыру орындарының талаптарға сай келмейтінін, арызданушы Алдажар Мектепбаев деген азаматтың да уәждері расталғанын, тексеру нәтижесінде бірнеше айып түрлері де салынғанын көрсетеді. Жақсықылыш кенті тұрғындары Арал Тұз акционерлік қоғамы жұмысшылары атынан сұраныс талап. Қазақстан Республикасының заң шеңберінде Арал Тұз акционерлік қоғамына нақты шаралар қолданылсын. 1. Жақсықылыш кенті солтүстік тұз бассейіндегі тұз кенін игеру экскаватормен, бульдозерлермен қазу және өрескел заң бұзушылық тоқтатылсын. 2. Арал Тұз акционерлік қоғамына Қазақстан Республикасының энергетика және минералды ресурстар министрлігінен 27 қаңтар 2006 жылғы берілген нөмірі 004985 мемлекеттік лицензиясы кері қайтарылсын.
Елдегі болып жатқан қаржылық инфляцияға байланысты жұмысшылардың жалақысына үстеме қосылып көтерілсін. Кәсіпорындағы апатты жағдайдағы ғимараттар толық жөндеуден өткізіліп, жұмысшылардың ас ішетін асханасы, демалыс орындары санитариялық нормаларға сәйкестендіріліп, ауа желдеткіштер орнатылып, шаң соратын қондырғылар ауыстырылып, жұмысшыларға арнайы жұмыс киімі берілсін. Жұмысшылардың зейнетақы қорларына медициналық сақтандыру және басқа да әлеуметтік аударымдар аударылып, сондай-ақ жұмысшылардың заңды еңбек демалысы кезекке қойылып, кестеге сай берілсін. Комбинатшілік жұмыстарға, соның ішінде вагондарға тұзды тиеу, жүкті түсіру және басқа да жұмыстарға сырттан жалдамалы жеке кәсіпкерлерді тарту тоқтатылсын және орнына штаттық кестеге сай жұмысшылар қабылдансын.